Сәлем қыздар, сіздермен Алима. Сіздермен бүгін шие компотының қалай жасалу жолын, ассорти компотының қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Өзімнің тәсілдерімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. 8 килограмм шиеден банка жабатын боламыз. Шиелерімді жуып тазалап алдым. Қыздар, мен барлығын көз мөлшерімен жасайтын боламын. 3 литрлік банкілерден 8 штук банкіге 8 килограмм ширешнямды, яғни шиемді бөліп саламын бірдей қылып. Шиелерім бір күн тұрғандықтан менің шиелерім кішкене қышқылдау болып тұр, сол себептен қантты көбірек салатын боламын. Негізінде 3 литрлік банкіге 300 грамм қант салынады, 200 литрлік банкіге 200 грамм қант салынады. Ал мен сәл көбірек салатын боламын, 400 грамм қант салатын боламын. Егерде мен аз салсам, қанты менің банкілерім атылып кетеді, себебі менің шиелерім қышқылдау болып тұр. Қант көбірек салғанның зияны жоқ. Кейін банкілеріңізді ашқан кезде су құя саласыздар. Көбірек су кетсе сіздердің компоттарыңыз көп мөлшерде болады. Мен банкілерімді стерилизовать етпеймін, қыздар. Мен банкілерімді содамен жақсылап жуып аламын. Содан кейін барып ыстық суымды құямын. Ыстық су құйғаннан кейін 15 минут 20 минутқа қойып қоямын. Мен банкым жақсылап, даже крышкамның өзін бір рет ыстық суға жуып аламын да, крышкаларымды да стерилизовать етпеймін. Банкілерім 20 минут тұрады ыстық сумен. Ыстық суым кішкене ғана ыстығы басылғаннан кейін барып мен банкілерімді ыстық суын төгіп тастаймын. Ол суды қайтадан қолданбаймын, себебі менің бағана айтып кеткенімде кішкене суларым қышқылдау. Сол қышқылдықтарының барлығы шығып кетсін деп мен суларымды төгіп тастаймын да қайтадан жаңа су құятын боламын. Жаңадан қайнаған, яғни қолданған суымды емес, таза су құямын. Банкілерімізге таза суымызды құйып, банкілерімізді жабамыз. Банкілеріміздің барлығын жауып алдық. Байқасаңыздар, банкіміздің түбінде қантымыз сол қалпы тұр, бағана салған қалпы. Енді біз банкілерімізді ары-бері аунатып, осы қантымызды еріту керекпіз. Себебі қантымызды ерітпесек, біздің банкіміз атылып кетеді, ал қантымыз өзінен өзі еріп кетпейді. Кәдімгідей чайға қант салып қасықпен ары-бері былғағанда біз банкымызды ары-бері былғап қантымызды ерітіп аламыз. Содан кейін банкымыздың барлығын жылы жерге төңкеріп қойып қоямыз бір 4-5 сағатқа. Алмадан өріктен компот жасаймыз. Мен кішкене черешня қосып жатырмын, түсі әдемі болып шығу үшін. Егерде тек алма мен өріктен жасасаңыздар, түсі әппақ болып қалады. Кішкене сарғыштау болып компоттарыңыздың. Ал кішкене вишня или черешня қосып жіберсеңіздер, малина қосып жіберсеңіздер, түсі әдемі болып шығатын болады компоттарыңыздың. Бағана тура вишнямен, яғни чиемен жасағанда компотымды тура солай жасайтын боламын. Компотымның банкілерін стерилизовать етпеймін. Барлығын видео барысында көрсететін боламын. Қайнап тұрған ыстық суымызды құйып 15 минут 20 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін суымызды төгіп тастаймыз. Төгіп тастағаннан кейін барып қантымызды саламыз. Қантымызды салғаннан кейін барып таза суымызды құйып банкілерімізді жабамыз. 3 литрлік банкіге 300 грамм қант салатын боламын. 2 литрлік банкіге 200 грамм қанттан салатын боламын. Жапқаннан кейін бағана шиемізді ары-бері аунатқандай, бізде банкілерімізді аунатып, қантын ерітеміз. Қанты ерігеннен кейін барып, банкілерімізді төңкеріп, жылы жерге үстіне полотенце, басқа да заттарды урап, жылы жерге 4-5 сағатқа қойып қоямыз. 4-5 сағаттан кейін банкілерімізді аударып, өзіміздің банкілеріміз қоятын жерге қоя берсеңіздер болады. Мен неге бірінші құйған ыстық суымды төгіп тастаймын, сіздерге түсіндіре кетейін. Себебі мен қанша сумен жусам да ыстық сумен жуғандай біздің көкөністеріміз таза жуылмайды.
15-20 минутқа ыстық су құйып қойған кезде біздің көкөністеріміз тап-таза болып жуылып шығатын болады. Сол себептен мен ол суды төгіп тастаймын да басқа таза су құятын боламын. Егер де сіздер өздеріңіздің тәсілдеріңізбен осы суды қайтадан қайнатып құятын болсаңыздар, егер сол сіздерге ыңғайлы болса, солай өз тәсілдеріңізбен жасасаңыздар болады. Бірақ та менің банкілерім атылып кетпейді. Мен дәл осы тәсілмен 5 жыл болды жасап келе жатқаныма. Стерилизовать етпеген банкіден менің банкілерім атылып кетпейді. Ыстық су құйған кезде банкілеріміз толықтай стерилизовать етілетін болады. Не қыздар, банкілерімнің барлығы дайын, Алла бұйыртып, қыста жегісін, барлықтарыңызға ас болсын. Егер де менің тәсілім сіздерге ұнаса, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарымбекқызы.